Баршаңызға қайырлы күн. Конверт бургер істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы. Мені жоғалтпау үшін подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Біріншілерден көру үшін иленген ұнымызға шым-шым тұз қосатын боламыз. Араластырып, жылы сүтімізді алып, шекерімізді салатын боламыз. Араластырып, құрғақ дрожжымызды салатын боламыз. Араластырып, ақ майымызды салып аламыз. Апарас деп 15 минутқа қойып қойсаңыздар да болады. Бетін жауып, жоқ мен бұлай ұнның үстіне де істесеңіздер де болады. Ұнымның үстіне илеп, қамыр қып илеп алдым. Осындағы жұмсақ болады. Азғандай шым-шым май қосып, екі жағын сөйтіп қойып қойдым. 1 сағатқа қойып қойдым. 1 сағатта уже әдем боп қамырым ашыды. Ашығаннан зуала қылып 8 бөлікке бөліп алдым. 8-ге бөлікке бөлдім. Зуаламды өлшеген жоқпын. 8 бөлікке бөле салдым. Осылай қылып жайып аламыз. Шоткамыздың көмегімен ақ майымызды жағып алатын боламыз. Екінші бетке аударып, ақ майымызды жағып аламыз. Осындай 3 бұрышты көлемде болады. Тағы бір көрсетейін. Магазиндерге өткізсеңіздер болады. Парақшам пайдалы. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Біріншілерден көру үшін комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөлісіңіз. Жұмыртқамызды алып, барлық жеріне тигізіп, жағып шығатын боламыз. Көрінген жерлерін барлығына. Күнжутымызды сеуіп шығамыз. Мен көптеу қылып септім. Қарасында қолдансаңыздар да болады. Ағында қолдандым. Біреуіне ғана қарасын қолдандым. Қызып тұрған пешкеге 180 градусқа пісіреміз 30 минут. Оға дейін огурцемізді осылай домалақтап кесіп шықтым. Помидорымды да домалақтап кесіп шықтым. Колбасамызды да домалақ жағып кесіп шықтым. Салатный листті де жуып тазалап қойдым. Эмердің осы сыры ұнайды. Қалауларыңызға қарап сырды таңдасаңыздар болады. Видеодағыдай кесіп алдым. Майонезімізді ыдысымызға салып, кетчугімізді де салып, араластырып аламыз. Конверт бургерімізді алып, суыған кезде араларына дайындап қойған майонез бен кетчугімізді жағып, барлық слойына жағып шықтым. Артқы листінен бастап, салатный листіне салып шықтым. Помидорымызды салып шықтым. Қалауларыңызға қарап салып шыға бересіздер. Огурцы, колбаса, сыр. Осылай қылып реттеп шығатын боламыз. Ас болсын. Сатылымға шығарсаңыздар да болады. Парақшам пайдалы. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Рахмет.